Сәлем достар, бүгін сіздермен өрік қосылған өте дәмді әрі оңай пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен шекеріміз бен жұмыртқамызды миксердің жоғарғы жылдамдығымен 5-6 минут шамасында 2 еселеніп ағарған масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін қаймағымыз бен ерітілген сары майымызды қосып, миксердің төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Келесі кезекте ұнымыз бен қопсытқышымызды електен өткізіп қосамыз. Оны да миксердің ең төменгі жылдамдығымен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бізде осындай қоюлықтағы қамыр шығады. Енді осы қамырымызға алдын ала тазалап, турап алған өрігімізді қосамыз және лопатканың көмегімен араластырамыз. Пергамент қағазы төселген 22 диаметрлік формамызға қамырымызды саламыз. Бетін тегістеп және алдын ала өріктерімізді 2 бөлікке бөліп дайындап алған болатынмын. Сол өріктерді бетіне видеодағыдай қойып шығамыз. Пирогымызды 180 градус қызып тұрған пеште 40 минут пісіреміз. Піскен пирогымызды толықтай суытып, бетіне қант ұнтағын сеуіп әрлесеңіз болады. Осымен біздің өрік қосылған пирогымыз дайын. Өте дәмді әрі оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.